Сәлеметсіздер ме, оқырмандар? Бүгінгі тақырыбымыз ата-ана туралы. Ата-ананы құрметтеу барша адам баласы өнеге еткен қасиет. Айналайын деп арқаңнан қақса да, жаман қылығыңа күйініп, жерден алып жерге салып жатса да, балам жақсы болса екен деп тілейді ата-ана. Ата-ана бізге жарық дүние есігін ашып берген қасиетті тұлғалар. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бағып қағып өсірген, бойымызға тәлім мен тәрбиенің ізгі нұрын дарытқан асыл жандар. Ата-ана деген әлем бойынша алтын әріптерімен аспанға жазып қоярлық қасиетті сөз. Осы өмірдегі ең жақын адамдарымыздан біз бойымызға бар жақсылықты сіңіреміз. Ата-ана қадірін тірі кезінде білуіміз керек. Ата-ана отбасының негізі діңгегі, бастапқы дәнекері. Ата-ананың айтқан ақылына құлақ асып, сыйлау әр адамның міндеті. Тіршіліктің қайнар көзі, махаббаттың шуақ күні, мейірімнің кәусар бұлағы, ол ата-ана. Қайда жүрсең де, кім болсаң да, сені өсірген жандарды ұятқа қалдырма, ұмытпа. Әке-шешеге деген біздің атқаратын парызымыз ешқашан бітпейді. Ата-анаңды көтеріп Меккеге 3 барып 3 келсең де, перзенттік қарызыңнан құтыла алмайсың. Сол үшін ата-анаға жасаған істерімізді, көмектерімізді міндетсінбеуіміз керек. Құрметті оқырмандар, осы видео ұнаса, арнама тіркеле отырыңыздар. Жақсы пікір жазып, лайк баса кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.